Операция жүрегімізді алдын алып тәшкіледі. Кофрені дұрыс қыссаң, жан-жағын тең қыссаң қашпайды. Просто бір жағын қатты қысып, бір жағын бос қыссаң, сол бос жаққа қарай қашады. Тең ұстайсың. Шашты кішкене тарттан қарап отырып жасайсың, сонда шашты түзу жасалады. Sonuçta жазып алып Yok, bitten formasına қарай жасайды ғой, олардың барлығы. Bitten formasına қарай жасайды. Құлақтың ішінен құлақтан құлаққа. Қашқысын аламыз. Kedergi жасамайтын қысып қоямыз. Мына жағын қысудың керегі жоқ негізі. Бетіне қысып мазаламыз. Жерде жағамыздың шетшектеріне шылап тұрып жақпаймыз. Бұның кішкене қандай түрлері болады. Бұл жирап тұратын ондай түрі керек емес. Аз-аз ғана тисе ғой, қараған кезде уже міне көрдің ба? Иә, осы қой. Көрдің ба? Тап-таза болып уже жата қалады шаш, резинкамызбен аламыз. Шашты түбінен тақап тұрып буамыз. Кеше кімдікі бос болып қалды біреуін қиян. Шаш прическамызда лақылдап тұрады. Бос болса ше. Әдемілеп отырып үзілмейтіндей, үзіліп кетпейтіндей, шешіліп кетпейтіндей. Витамин болды. Қазір сендерге сразу екі түрлі көрсетіп кетейін. Былай жасасаң да болады, былай жасасаң да болады деген. Кеше мен көрсеттім ғой сендерге. Алақанымызға қарай тарап аламыз. Егер де объемы сұрамаса, мен осылай тарап аламыз. Кеше мен міндетті түрде объем болу керек деп ойлап қалғанда. Сосын бас бармағымызды ортасына қоямыз. Ішіне қарай былай майыстырып бүгіп аламыз. Колумбияға берші. Осылай жасап алдық қой. Енді осы жерден тура осылай қалдырсақ кешегі гладкий пучогымыз болады. Енді осы жерден міне сразу текстура форма шығарып кетеміз. Начос көтермей, иә? Көтермей. Клиенттің қалауына қарай. Өстіп қана міне қатты текстураны шығармаймыз. Қатты шығармай жасай береміз. Өйткені бұрынғыдай қазір андай пышақтың жүзінде қатты шығарған көп сұраныста емес ше. Қазір барынша табиғи, барынша андай бір өзім жасап алған сияқты деп сұрайды клиенттер. Әдемі, өте жасанды емес. Табиғи. Иә. Сондай прическалар модада, сұраныста. Мынада мысалы қатты шығармаймыз. Қарасаң, өзінше бір әдемі табиғи ғана болып тұрады. Мәселені кішкене көтеріп тұрып өсіп жасай береміз. Мыналарды лақпенен сосын қатырамыз. Өсіп қатырамыз да кешегіндей невидимкамызды мынаны былай түбіне қарай итеріп жеріп сразу невидимкамызды итеріп жеріп іштен істемей осылай қалдыра берсек те болады. Осылай қалдырып жинап жасай береміз. Мыналарды лақпен қатырамыз. Осы бір форма. Осылай жасауға да болады. Түсіндіңдер ғой? Мен сендерге оны кішкене прическаның түрін көбірек көрсетейінші тұрмын. Өйткені сендер мастерсіңдер ғой. Мынаны қазір осылай бір прическа болады. Макушкасын осылай жасауға болады. Енді мен басқаша көрсетемін. Түсіндіңдер жаңағыны, жасай бересіңдер деп ойлаймын. Енді мына шашты 3-ке бөліп алайық. 4-ке, 5-ке бөліп алуымызға да болады. Мынаған объем керек болса, егер кішкене объем ұрсақ болады. Начос ұруымызға болады.
ішінен бір шешпей 5-6 шаш жүрдім. Сен қатырып тастағансың ғой, тоқиып қалған шаштарың. Еще анау өзі жітке лақ қой. Жітке лақты өйтіп себуге болмайды дейсің, мына жітке лақ. Азырақ қана себесің болды. Бұл азырақ секенде ұстай ма? Ұстайды, конечно ұстайды. Начостың өзі де ұстап тұрады шашты. Просто сол жылжып кетпеу үшін ғана азырақ себеміз. Мысалы, кейбір шаштарға начос ұстамай судырап түсіп кетеді, иә? Сондай шаштар болады. Гофре салғаннан кейін ұстайды. Иә, гофре бір жақ гофреде шашты ұстайды. Еще начоспенен лақ сеппесек те ұстайды. Ал чуть сеуіп жерсек кішкене сенімді, иә, көпке тұрады. Бірақ кешегінде көп сеу қатырып тастамаймыз. Оны тарасаң қайтадан тарап кететіндей болу керек. Клиент өзі үйге барған кезде қиналмай тарап алатындай болу керек шашы. Үйтпейсіңдер. Андағыны қанша? 6500 теңге екен. Бір нөлі кем. Бір нөлі кем. Бір нөлі кем. Сол жерден алғандар. Астында емес ана екінші этаждағышы. Екінші этаж. Иә, қарағаштың астындағы бірінші этажда лак сататын жер арзан. Орыста. Орыста көп заттар оригинал, иә? Шонна лақтар арзан ғой. Лақтар сол жерден алсаңдар болады. Қарағаш осы емес пе? Иә, осы. Қайтарда көріп алшы? Не, осы жерден Пиғалар. қиғаш бөліп аламыз. Кішкене, қиғаш бөліп аламыз. Бір бұрап аламыз. Шпилкаларым қайда? Шектерінен ғана. Шектерінен тартамыз. Сол лақ сепкен кезде кішкене мына формаларын әдемілеп шығарып алып, алдымен формасын шығарып алып, содан кейін лақ сегеміз. Бірден шетінен шығарып, шетінен лақ сеппейміз сөйтсек, мына жақтарға да лақ себіледі да, мына жақты шығарған кезде бір-біріне жабысып шықпай қояды. Мына формасын шығарып алғаннан кейін барып лақ себеміз. Лаққа форма шығарғанда жетке лақ істетпейміз. Құрғақ лақ істетеміз. Қай жеп түсті мұны? Түсінікті, е? Лақты аламыз да жақындатып тұрып піс деп сеппейміз. Мына жер шықпылдап қалады да, шашты жан-жаққа қарай шашырап илектеніп қалады. Лақ уже сразу көрініп тұрады. Мынадан лақтей көрінбейді, құп-құрға қарасаң, е? Мына жақтарын қатты шығармаймыз. Форманың бәрін барынша мына макушкаға береміз, мына биіктікті, е? Мына төмен жағын қатты шығармаймыз. Жеңіл ғана, бәрі мына шашалып кетеді қазір. Ретті болып шығу керек қой, әдемі болып шығу, қалың қып шығарып алмайсыңдар. Өте аз албасаңдар, көп жұқа болып тағы жаман. Өздерің қолдарыңа бүйтіп ілінген шаш бар ғой, міне, осы қалыңдықтан. Осы болды. Ақырын формасын білдіріп алмай отырып, тұтқан шпил невидимкамызды өзімізге қарай қиғашты қайшылатып, өзімізге қарай бұрамыз үшіне. Бүйтіп тіке тұқпаймыз. Кожаға басып кетеді, клиенттің кожасына басып кетеді да, ауыртады. Онан алып тастаймыз. Сосын кішкене мына жерлерін резинкаменен басылып кеткен болса, кішкене шығарамыз. Ақырын шығарып қойымызға болады. Бұл жерден содан екіге бөліп аламыз. Екіге бөліп аламыз. Чолканы осы жерден аламыз. Былай қарай, ішке қарай кіргізтіп аламыз чолканы. Ойығына қарайшы, міне. Мына жердегі шаштерді чолка қыламыз. Керек болса, кейбіреулер чолканы көбірек түссе мына жақтарынан деп айтады. Сол кезде мына жақтардан кішкене қосып жібереміз. Мына жерде көз бүйтіп тұратын жер бар ғой, тоғыз. Міне.
примерно осы аралықта болады ғой начос. Түбіне кешенге дейін тығындап, түбіне апармаймыз. Түбіне тығындап тастайтын болсақ, мына жер қоқиып тұрып алады, бастан да басылмай қояды, Түбіне тығындамаймыз бұл жерде. Мына кісінің өзі шашы жұқарақ қой, сондықтан кішкене объем үшін жүт береміз начос. Құлағының формасы әдемі. Құлағын жапсақ та, жаппасақ та әдемі шыға береді. Жаппаса әдемі негізі. Қыстыра саламыз, Енді осы жерден сразу құлақтың үстіндегі шашты тазалап кетеміз лақпенен. Жаңағы осы жаққанымыздың арқасында бұл жерде қобырап шашырап тұрған шаш жоқ. Бірақ лақпен бәрібір оны қатыруымыз керек. Тазалап аламыз. Лақты өте көп сеппейміз. Просто жеңіл себеміз. Просто кейбіреулер ойлайды, сен даусынан қайта-қайта піс-піс сеуіп жатқанға көп сеуіп жатыр деп ойлайды. Бірақ көп сеуілмейді. До конца баспайсыңдар мынаның түбін. Жеңіл аз-аздан басамыз. Иә, шаш шылқылдап қалады. Лакке ондай малдырып тастамаймыз. Осықтан жағып аламыз. Инстаграмнан көресіңдер ғой, тура соны. Ал мен мына жерінен бастап мынаны бір жасап алып, сосын мынаны әкеліп үстінен бастырып кетуімізге де бола береді. Иә? Оның бәрі адамдардың фантазиясы. Әркім өз қалағанша жасай береді. Мысалы, мен де өзімнің шаштың жағдайына қараймын да, әртүрлі жасай беремін. Фантазияға қарайшы. Бірақ үйреткен кезде сол техникамен дұрыстап үйретемін. Өйткені техника ол бірінші орында маңыздысы, ол сенің фантазияң ғой. Техниканы дұрыс игерген кезде ары қарай өздеріңде фантазияларың оянады күшті. Қолдарың үйренген соңшы, шаштың ыңғайына қарай. Бұны сразу невидимкамен қадап тастамаймыз, шпилькамен ұстатып тұрамыз. Шпилькамен ұстатып тұрамыз да. Енді бұл жерден форма шығарамыз. Форманы көбінде шетінен қарай тартқан кезде бүлдірбей қатты ұстап алып тұрып, тығындап тұрып тартпаймыз, жеңіл ақырындап бүйтіп тартып. Аз кесте бір үшеу шығарсақ жетеді сол. Шет жақтарынан. Примерно. Клиенттің қалауына қарай да шығарамыз бұны. Қатты шығар десе, мұнаны тартып тұрып шығарамыз. Бірақ қазір қатты модда емес, қатты тартып шығарған, тартып тұрып шығаруға болады. Жұқалап биік қыпшы, бүйтіп тұрып биік қып тұрып, мен мынау сияқты биік қып тұрып, мына жерде шығаруымызға болады. Бірақ қатты шығарғаннан гөрі, кішкене формасын шығарып қана осылай жасаған әдемі болады. Лак себеміз. Лак сепкеннен кейін үрлеп отырып, сипап кетсек, сол лагымыздың өзі шаштың бетін таза ағып шығарады. Қолымыздың әрекеті негіз. Құры лакты сеуіп қойсаң, осы күйінде қатып қалады. Бірақ лак ұшып кетеді да, мына шаш қайтадан жіберіп жібереді. Тез кетіп қалады. Шашты қатты шымшып алмаймыз. Просто жеңіл мына екі саусағымыздың арасында формасыменен. Жерге басып кетеді, мына жерде ұсақ шаштердің барлығы лагымыз ұстап кетеді, қарақ шаш бола берсін, ештеңе етпейді. Лакпенен жабыстырған кезімізде шаш жабысып, ұсақ шаштерде жабысып қалады, қысқа шаштер жаңағы чолкасынан. Мына жақтарын қатты сырт. Именно осы құлақтың үсті бар ғой, құлақтың үсті, соны қатты шығармаймыз. Құлақтың мына жағына қарай объемды қатты бермейміз. Онда бас төрт бұрыш көрініп қалады. Айнаға да қарап отырамыз да, бастың формасы дұрыс шығу керек. Мына жерлерді бүйтіп шығармаймыз қатты. Шығаратын формамызды мен осы макошкаға именно үстіңгі жағына береміз, объемын, мына шеттерін жеңіл формамен ғана міне саусағымызды кішкене сипалап отырып кетеміз. Сонда шаш таза болады. Әрі лак шашқа жақсы жағылады. Жағылғаннан кейін шаштың формасы өзгеріп кетпейді.
ұзаққа сақталады. Түсінікті ғой, келесі жағында тура солай. Әр прическаға деп, мен бекер сөйлеймін ба деп, аузымды бекер ауыртам ба деп. Ол шыннан көп күнде жаттығу керек қой.